Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз 68-ші сабақтың 8-ші тапсырмасын үй жұмысын орындаймыз. Үй жұмысы бөлшкені суға толтыру үшін әкесі 7 шелек, ал ұлы дәл сондай 5 шелек суға келді. Егер әкесі 16 литр су артыға келген болса, онда әкесі мен ұлының әрқайсысы неше литр су алып келген. Мынау әкесі мен ұлының алып келген кестесін сызамыз, дәптерге берілгенін жазамыз. Әрқайсысы неше литр су алып келген анықтау керек. Ол үшін біз 7-ні 5-ке азайтамыз. 2 шелек су қалады. 16-ны бөлеміз 2-ге. 16-ны неге алдық? Себебі ол литрдің, артық болған литрдің саны. Мына жерде 15 литр деп қате жазылып кетіпті. 16 литр. 16 литрді біз 2-ге бөлеміз, сонда 8 литр су шығады. Енді бұл 8 литрді әкесінің алып келген шелегіне көбейтеміз, сонда 56 литр әкесінің алып келген суы шығады. Одан кейін 5-ті ұлы алып келген шелек санын біз 8 литрға көбейтеміз, және 40 литр шығады. Сонда жауабы әкесі 56 литр су, ұлы 40 литр су алып келген.